Енді ет тағамдарыңызды ұзақ уақыт суда пісірмей, мен айтқан әдіспен жасап көрсеңіздер, еттеріңіз үлбіреп, дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Етті ұсақтап тураймыз, тұз, бұрыш, сарымсақ салып араластырамыз. Пиязымызды да турап аламыз. Құрғақ табаға ет саламыз. Үстінен пияздарыңызды қойыңыз, сары майды қойып шығамыз. Және азғантай ғана су құямыз. Пергамент қағазымен жабамыз, оның үстінен қақпақ қоямыз. Дәл осылай 10 минут қатты отта, 2 сағат баяу отта ұстаймыз. Қақпағын ашпаймыз, өзі баяу отта пісіп шығады. Қамырына мен кемидің жаймасын қосамын. Өте дәмді болып шығады. Шын айтайын, қыздар, дәл қолдың жаймасы секілді жұп-жұқа болып пісіп шығады. Азғантай тұз сеуіп жіберіңіз. Мінекей 2 сағатта етім үлбіреп пісіпті, қамырым да дайын. Видеодан да байқалып тұрған шығар, кемидің жаймасы дәл қолдың жаймасы секілді өте жұп-жұқа. Өздеріңізде дәмін татқан соң бағасын берерсіздер. Ал бізге ас болсын, өте дәмді кешкі ас болды енді.